Сабаққа дайынбыз ба балалар? Дайынбыз. Көңіл күйіңіз қалай? Ертең өзімізді күнделікті сабақтағыдай ұстауымыз яғни балалар өткен сабақта біз қандай тақырып өткен еді? Екінші А тобының элементтерінің физикалық қасиеттері. Ал енді балалар екінші А топ элементтеріне қандай элементтер жатады? Кім айтады? Екінші А топ элементтер түсіндір? Бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий. Периодтық жүйеде көрсете аламыз ба? Ручка алып, ручканы алып. Содан Бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий. Рахмет. Ал жалпы физикалық қасиеттері қандай екен? Екінші А топ элементтерінің физикалық қасиеттері. Кім айтады? Физикалық қасиеттері. Аль-Фараби. Физикалық қасиеттері жай заттардың түсі судан күмістей аққа дейін созылады. Олардың физикалық қасиеттері әртүрлі болады және балқу температуралары да әртүрлі болады. Әртүрлі болады. Олар бір топта орналасқанымен, яғни олардың қасиеттері, физикалық қасиеттері әртүрлі болады. Қалай ойлайсың, не үшін? Олардың несіне байланысты қалай ойлаймыз? Яғни орналасу, олардың тозығу дәрежесі бір болғанымен, олардың құрылысы қандай? Әртүрлі болып келеді. Отыра қойыңыз. Ал енді әрі қарай жалпы атом заряды қалай өзгереді? Атом радиусы, атом заряды қалай өзгереді? Жоғарыдан төменге қарай, периодтық жүйе бойынша жоғарыдан төменге қарай қалай өзгереді? Кім айтады? Бекзат? Атом радиусы артады. Жоғарыдан төменге. Атом радиусы артады. Отырады. Рахмет. Енді балалар бұл миға шабуыл кезеңі болды, яғни үй тапсырмасын қайталау. Ал енді балалар әр тапсырмада біз бағалық парағын жүргіземіз, білеміз. Әр топқа бір бағалық парағын беремін. Яғни осы жерде екі топ мөлшері өздеріміздің атымызды жазамыз және не боламыз? Бал. Әр тапсырмада әрқайсымыз өзімізге бал қойып отырамыз. Балалар 20 мен 25 ұпай алған оқушы 5 деген баға алады, 16 мен 19 ұпай алған оқушы 4 деген баға алады, 6 мен 5 ұпай арасында алған оқушы 3 деген баға алады. Әр тапсырмада 5 балдық жүйеменен балымызды қойып отырамыз. Ал енді бірінші тапсырмада балалар үй тапсырмасын қайталау ретінде біз білімлі тапсырмаларын, жаттығуларын алып, бірінші жаттығуын алып отырамыз. Бұл жерде сілтілік жер металдарының қайнар көздеріне көрсеткен суреттерін қаттырды. Ең жоғары бал 5 бал. Сізде суретте не берілген? Теңіз суы, ауа берілген, дала беті берілген, шегелер берілген, және жасыл өсімдіктер менен бақал шақтар берілген суретте. Қайсысында екінші А топ элементтері бар? Және қандай рөл атқарады? Ал енді балалар жаңағы миға шабуыл ретінде, үй тапсырмасын қайталау ретінде лездік сұрақтар берілді. Енді жаңа сабағымызда балалар лабиринт ойыны арқылы бастаймыз. Лабиринт ойыны арқылы, яғни біз екі топқа бөлінеміз, бірінші топ және екінші топ. Бұл жерде балалар сендерге тақтада екі фишка ілінген, бұл жерде көк, жасыл және қызыл фишкалар
кубикті атамыз кімге қай топқа қандай сан түсетін болса сонша қадам жағамыз жылжып отырамыз. Ал енді әр тапсырманы орындап болғаннан кейін, барлық топ мөлшерлері орындап болғаннан кейін кубикті лақтыруға рұқсат беріледі. Түсінікті ме? Бірінші тапсырма бізде үй тапсырмасын қайталау ретінде сіңтілік металдардың қайнар көздерін көрсету суреттерін тап. Яғни осы суреттерді табамыз. Қай суретте екінші А топ элементтері бар құрамында және қандай рөл атқарады? Кәдімгі тауып көрейік. Органоид болады. Хлорофилл, яғни оның құрамында не болады екен? Магний қосылыстар болады екен. Улуғаменен өзге жәндіктердің бақалшақтарында кальций карбонаттары кристалларында өте жақсы. Шегелердің құрамында не болады? Темір болады. Яғни кальций элементі мүлдем қатысы жоқ. Балын беріледі ме? Өте жақсы. Дұрыс жауабы. Дұрыс емес, иә? Біз жауабы қате болды. Бізде де қате бір Бір қате, неше қате? Екі қате болды, екінші топта. Ауыстырамыз. Қателерді санаймыз. Балдарын сразу қойып отырыңдар. Әр топ балдарын қойып отырады. Ауыстырамыз. Тексеріп бар? Өте жақсы. Балдарын қойыңдар ма? Өте жақсы. Жалпы балалар екінші А топ элементтерінің физикалық қасиеті түсінікті ма? Түсінікті, иә? Яғни біз жалпы бір топта орналасқанымен олар әртүрлі қасиет көрсетеді. Кешегі сабақта көргеніміздей балқу температуралары, қайнау температуралары және түстеріне келетін болсақ, ақ түстен бастап қай түске дейін болады екен? Күміс түсіне дейін болады екен. Түстері де әртүрлі болады екен. Өйткені олардың кристалдық торлары қандай болады екен? Әртүрлі болады. Сондықтан құрылысы әртүрлі болғандықтан олардың агрегаттық күйі, жалпы балқу, қайнау температуралары да әртүрлі болады екен. Түсінікті ма балалар? Өткен сабақ түсінікті ма? Ал енді жаңа сабақты бастаймыз. Жаңа сабақты балалар біз жалпы тақырып ашудан бастаймыз. Тақырыпты ашу. Ал суретте не көріп отырмыз? Қараңдар. Ағаш. Не істеп жатыр? Бірінші суретте не болып жатыр? бірінші кезде андай не болған дөңге болған Аха. екіншісінде оны жолын ағаш қылған одан кейін от қылған отынан күл шыққан Күн шыққан. Ал енді қараңдар. Өзгеріске ұшырады ма екі ағашта? Өзгеріске ұшырады. Ал бірінші өзгеріс ұшыраған құрамы өзгерді ма? Өзгерді ма? Жоқ, құрамы өзгерген жоқ. Оның тек қана несі өзгерді? Пішіні өзгерді, иә? Екіншісінде? Бекзат, қалай ойлайсың? апа өзгерді Өзгерді ма? Неден? Ағаш еді, неге айналды? Күлге айналды. Қайтадан ағашты ала аламыз ба? Жоқ. Қайтадан ағашты Бекзат ала алмаймыз, иә? Отыра ғой. апа оны ексекші Абдрахман, не байқадың? Қандай құбылыс байқадың? Өзгеріске ұшырады. Құбылыс бар, иә? Ал. Абдрахман, не байқадың? Құрамы өзгерген жоқ, бірінші, екінші құрамы өзгерген. Өзгерді, иә? Отыра ғой. Біріншісін қандай құбылыс деп айтамыз? Физикалық құбылыс, өйткені ол тек қана пішіні ғана өзгерді, бірақ құрылысы, құрамы өзгерген жоқ. Екіншісін химиялық құбылыс. Химиялық құбылысқа қандай қасиет әсер етеді?
Жану, оны қандай қасиет дейміз? Қайтымсыз, дұрыс. Қандай бұл реакция жүру процесіне байланысты. Ал бұл қандай процесс? Химиялық процесс, яғни бұл қандай қасиет болу керек? Химиялық қасиеті. Ал енді балалар, бүгінгі тақырыбымыз қандай деп ойлайсыңдар? Қасиеттері өте жақсы, яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екінші атом элементтерінің химиялық қасиеттері. Балалар, бүгінгі негізгі мақсатымыз оқу мақсаттарымыз екінші атом элементтерінің химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсініп алу және жер сілтілі металдарының маңызды қосылыстарын қолдану аясын атау. Ал екінші лабиринтті кім лақтырады? Бірінші топта. Абдрахман келіп. Апа, екінші мен лақтырайыншы. Бес. Бір, екі, үші, төрті, бесі. Келіп ал. Кезектесіп жүреміз. Тез жүреміз. Бағалауды ұмытпаймыз. Бес. Екеуің екі топ бірдей жүріп жатыр, иә? Бес. Жасыл екінші топ. Қызыл бірінші топ. Үшінші топ. Ал енді балалар, химиялық қасиетіне келетін болсақ, екінші атом элементтерінің химиялық қасиетіне келетін болсақ, бізде өткен сабақта айтқанымыздай жоғарыдан төменге қарай периодтық жүйе бойынша қандай қасиет аталып кетеді? Ортақ сыздандырғыш қасиеті аталып кетеді. Яғни бериллий, магний, кальций, стронций, калий, радий. Яғни бұл жерде тұтқысыздандырғыш қасиеті аталады. Екінші атомды элементтері өте активті элементтер болғандықтан, яғни бірінші атом элементтерінен кейінгі белсенділігі жағынан екінші орында тұрғандықтан, олар табиғатта таза күйінде кездеспейді, тек қана қосылыс түрінде кездеседі. Кеше сабақта айтқанымыздай, біз доломиттің, жалпы судың құрамында болады деді, карбонат түрінде болады деді. Ал енді екінші топты тұрғандықтан қанша валенттілік көрсете алады? Екі. Не үшін? Өйткені оның сыртқы электроны деңгейінде екі электрон болады, екі электроны болады. Бізде бериллий екі дайлы қасиет көрсетеді. Екі дайлы қасиет дегеніміз не? Негіздікте, қышқылдықта, яғни металдармен де, бейметалдармен де әсер етеді. Қалған элементтеріміз, яғни бізде белсенді металл қолына жатады. Металдардың қасиетіне келетін болса, қазір балалар бейнероликті тамашалап алайық. Одан кейін әрі қарай айтамын. Ішінде оттегі бар қолбаға ыстық магний кесегін саламыз. Магний оттекті жарқыраған ақ түсті жалынмен жанады. Реакция өнімі ақ түсті магний оксиді. Магний оксиді жоғары температураларға төзімді келеді. Ол Цельсий бойынша 2800 градуста ғана балқиды. Яғни не байқадық? Магний немен әрекет етеді? Металл болғандықтан оттекпен әрекет етеді. Оттекпен әрекеттесіп не түзеді? Магний оксидін түзеді. Кім жазады тақтаға? Магний плюс О2 реакция нәтижесінде магний оксиді. Теңестіреміз, иә? Әрі қарай белсенді металл болғандықтан олар қышқылдармен де әрекеттеседі. Магний плюс мысалы H қорды алатын болсақ, түп қышқылы реакция нәтижесінде магний
хлор 2 плюс H2. Не үшін сутекті ығыстырып шығарттыстады? Өйткені белсенді қатарында магний неден алынып тұрады? Сүзектен алынып тұрады. Ал енді жалпы түсінікті болса балалар, зертханалық жұмыс дәптерлерінің ашында жаңағыдай көрсетсе, не байқадыңдар? Магнийменен оттек әрекеттескен кезде қандай процесс жүрді? Яғни ақ ұлтақ түзіле, яғни жалында не қылды? Жалында, е? Соны тез байқағанымыз жазамыз зертханалық жұмыс дәптерімізге. Қандай жалын болды? Жаз болып па кім? Қай топ жаз болып тез жүгіріп келеміз да көбейті атамыз. Тез болады. Болып па жазып? Бірінші топ. Бірінші топ болды. Кім атады? Екінші топ біттік па? Келшілік. Неге? Газ болып па? Төрт. Бір адам артта қалды, ге? Екінші топ. Келесі бейнеролик тамашалаймыз. Келесі бейнероликті Söndürülmeden ek, suven, olaya şirketin kalesi gidensini düzelt. Аталған реакция барысында көп мөлшерде жылу бөлінеді, яғни ол экзотермиялық реакцияға жатады. Бұл процесс әтті сөндіру деген атпенге кең тармақ. Кальций гидроксиді судан нашар еритін ақ түсті кристаллардан тұрады. Ал балалар, кальций оксиді сөндірілмеген яғни сумен әрекеттесу арқылы не түзіледі? Кальций гидроксиді түзіледі. Кальций гидроксид түзіледі. Енді қараңдар балалар. Бұл жерде кальций гидроксиді түзілу барысында бізде не бөлінеді? Әкті білеміз бе кәдімгі әкті? Әкті дейтін кезде суға салған кезде не байқайсыңдар? Қайнайды, бұндай реакциялар біз не деп атаймыз? Экзотермиялық. Толықтай ерейді ма кальций оксиді? Толықтай ермейді. Байқағанымыздай ақ тұнға түзіледі, яғни тұнға береді. Дәптерімізде тез жазып аламыз. Балалар жақсылық тыңдап отырамыз. Қазір тапсырмаларды берген кезде осы бейнероликтерменен сұрақтардың барлығы мен айтылған түсіндірмелерден орындайсыңдар.
ba? Ne oturmuş çıkıp ne yapalım? Rahat olun yapasın. Qaysi finishga birinchi qaytib finishga birinchi yetadi. Бағалауды unutmaymiz. 3. 1, 2, 3. Al endi qara. 3'ga keldik. Ne deb yozilib tur? İş adamı. Ағылшыншалап оқимыз. Onu ayıp. Не депті? 3 қадам алға жылжы депті, иә? Ал келесі топ. Бірден айтарлықтай айырмашылық болып қалды, иә? Қалып барамыз екінші топ. 2, 1, 2. Ал келесі тапсырма балалар. Жалпы химиялық қасиеттері бойынша кальций оксидіменен судың әрекеттесуі түсінікті ма? Енді келесі бейнероликке қараймыз. Кальций карбонатының ыдырауы. Кальций карбонатының ыдырауы. Яғни кальций карбонаты қыздырып жатыр. Байқап жатырмыз ба? Судан не бөлініп жатыр? Газ бөлініп жатыр. Қатты қыздыру барысында кальций карбонаты кальций оксиді мен көміртек диоксидіне ыдырайды. Бұл реакция сөндірілмеген әк алу үшін жүргізіледі. Сөндірілмеген әкті әктастың құрамындағы кальций карбонатынан алады. Бұл процесс әктасты күйдіруге арналған пештерде жүзеге асады. Пеш ішіндегі жоғары температура ыстық ауа мен пешке берілетін отын газы тарапынан болады. Үстіне қосылатын әктасты қиыршық тас соңында термиялық ыдырауға ұшырайды. Реакция нәтижесінде түзілген кальций оксиді пештің түбіне шөгеді. Ал көмір қышқыл газы болса, пештің жоғарғы құбыры арқылы сыртқа шығады. Яғни жаңағы байқағанымыздай, бізде не бөлінді? Газ бөлінді. Кальций карбонатының формуласы қандай еді? Кальций СО3 қыздыру барысында, яғни спиртовка арқылы астынан вашам арқылы не істеді? Қыздырды, иә? Яғни реакция нәтижесінде сөндірілмеген және біз стаканға не бөлінді? СО2, яғни газ бөлінді, иә? Түсінікті ма балалар? Түсінікті болса, жазып аламыз дәптерімізге. Чек. Енді балалар элементтерінің қасиеттерін көріп алдық. Енді жер сілтілік металл оксидтерінің қасиеттерін көреміз, иә? Яғни бізде агрегат күйлер берілген. Бұл жерде жер сілтілік металлдарменен дистеленген судың әрекеттесуі. Магнийменен су қанша градуста? 25 градуста не істемейді екен? Әрекеттеспейді екен, иә, байқағанымыздай. Тек қана температураны көтерді. Байқаймыз. Не бөлініп жатыр? Газ бөлініп жатыр. Байқадық па? Яғни 25 градуста, яғни қалыпты жағдайда магний сумен әрекеттеспейді, тек қана температураны көтерген кезде ғана әрекеттеседі. Байқадық па? Енді бізге балалар дистеленген суменен кальций берілді 25 градуста. Не байқап жатыр? Газ бөлініп жатыр. Яғни кальций элементі сумен қалыпты жағдайда әрекеттесе береді. Мен айтып едім ғой, сендер жоғарыдан төменге қарай тотықсыздандырғыш қасиеті артады. Яғни магний элементі периодтық жүйе бойынша кальцийден алынып тұрғандықтан оның қасиеті төмендеу. Ал енді бар еді көп белсенді түрде әрекеттесіп жатыр, 25 градуста көрдік па? Бағанасы кальций онша белсенді түрде әрекеттескен жоқ еді, баяу әрекеттескен еді. Байқадық па? Яғни бұл жерде ненің дәлелі? Жоғарыдан төменге қарай периодтық жүйе бойынша екінші атом элементтерінің металдық қасиеті артады. Өте жақсы. Реакция теңдеулерін өзіміз жазып көреміз.
gördük. Reaksiya tеңдеуін жаза alamız ya. Жаңағыдегі бейнероликтегі реакция теңдеулерін тақтаға кім жаза alады? Жандос. Жандос магниймен әрекеттесуін жазады. Мына топтан. Так. Гүлзат, сен шыққан жоқсың иә тақтаға? Шықпау. Белді алып. Тапсырма орнап болма жүгіріп ата беріңдер. Кубикті. Тоқтайтып тапсырма орындаласын. Бірінші топ бітті. Бекзат, сен аласың да кім аты? Кел ал. 5. Бесеу болды ма? Так, кубикті түсіндет келе ғой. Бол. Отсюда отырасың. Ой, бір. Онда болса жақсы. Рахмет. Әрі қарай. Металдардың жалпы оксидтердің қасиетін көрдік, иә? Енді жер металдарының қасиеттері. Жаңадан тазартылған екінші топ металдарының жарық. Күміс түсті металдық жылтары болады. Бірақ олар ауамен әрекеттескенде тез қараяды. Себебі металдар өздерін әрі қарай тотығудан сақтайтын оксид қабатын түзеді. Осы металдардың оттекпен әрекеттесу жылдамдығы топ бойынша жоғарыдан төмен қарай артады. Өзге сілтілік жер металдардың оксидтері иондық қосылыстар. Олар сумен әрекеттесіп, сәйкес гидроксидтер түзеді. Магний сүті деген атпен де белгілі магний оксидінің судағы суспензиясы медицинада асқазандағы хлорсутектің артық мөлшерін бейтараптандыратын зат ретінде пайдаланылады. Кальций оксиді сумен әрекеттескенде кальций гидроксидін түзеді. Бұл қосылыс иондық қосылыс болғандықтан суда металл иондары мен гидроксид иондарға ыдырайды. Әк суы деп аталатын кальций гидроксидінің қаныққан ерітіндісі көмірқышқыл газын анықтау үшін пайдаланылады. Химиялық реакция нәтижесінде ерімейтін кальций карбонаты тұнбаға түседі. Құрылыс өнеркәсібі үшін жыл сайын бүкіл әлемде миллиондаған тонна кальций оксиді өндіріледі. Құрылыс алаңында сөндірілмеген әк деп те аталатын кальций оксидін сумен араластырып, сөндірілген әк кальций гидроксидін алады. Сөндірілген әк ауадағы көміртек диоксидімен әрекеттесетін құрылыс ерітіндісін жасау үшін қолданылады. Одан кейіннен өте жақсы құрылыс материалы кальций карбонаты алынады. Кальций оксиді сондай-ақ цементтің де құрамына кіреді. Түсініп алдық па? Жаңа біз жазып өткендей кальций оксидінің, кальций гидроксидінің айтып өткенімізде, яғни әрекеттескен кезде белсенділігі жоғарыдан төменге қарай тотықсыздандырғыш қасиеті, металдық қасиеттері артады екен. Бейнероликті тамашалады. Енді балалар осы келесі тапсырмамыз жалпы шақап шықтыма бағытпайна. Мына жерде балалар сумен әрекеттесуі берілген, әр элементтері берілген. Суық сумен қалай әрекеттеседі, немесе ыстық сумен қалай әрекеттеседі. Балалар бұл жерде 3-ақ сөз жазасында әрекеттеседі, әрекеттеспейді, баяу әрекеттеседі, немесе шапшаң әрекеттеседі. Жарай ма? Ал бірге орындаймыз, барлығымыз топ болып, топ жұмыс бұл. Қай топ бірінші болса, кубикті келіп атуға асықсын. Финишке ертіріп, жетуіміз керек. Екінші топ асығамыз, өйткені сіздер қалып бара жатсыздар. Жоғарыдағы екінші топ, бірінші топ деп жазып қойыңыздар, балалар. Кестес.
қалды деп жатырмыз. Sen ойлансай, не үшін ол бос плитка қалдырылып тұр? Қалай ойлайсың? Так, бұл біттік па? Иә, болды. Қай топ бітті? Екінші ма? Біз Паралит. Чист бұл паралит. Агарман, сен шағылмайсың ба? Бұл бітті. Басына аласың, басына. Бес, иә? Бес қадам. Отырамын. Бес. Артқа жылжың жоқ болады қазір. Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал орындап болған болса бір-бірімізден ауысамыз, сөйтеміз де тексереміз. Тез өздеріміз ауыстырамыз. Ауыстырыңдар. Бірінші шауаға шықты. Біріншісінде не істейді екен? Әрекеттеспейді, иә? Ал ыстық суда магний суменен қалай әрекеттеседі екен? Баяу, яғни жайлап әрекеттеседі. Екіншісінде әрекеттеседі, қалай әрекеттеседі? Жайлап әрекеттеседі, ал бар кезде шапшаң әрекеттеседі. Сексен болып па? Балдарын қоямыз. Ең жоғары бал 5 бал. Барлығы дұрыс па? Екінші бапты, бірінші бапты. Барлығы дұрыс па? Бейнероликте барлығын түсіндік па? Өте жақсы. Бәрі өте жақсы, жарайсыңдар. Барлығын дұрыс орындапты деп. Ал енді келесі жаттығуда балалар сөзбен берілген реакцияларды сөзбен берілген. Көріп отырмыз ғой, иә? Жоғарыда сөзбен берілген, сендер оны химиялық формула арқылы әрекеттесуін жазасыңдар және реакция нәтижесінде не түзілді? Соны жазамыз. Жылдам. Жүп болып орындаймыз, балалар. Так, болды ке орындап? Ал енді ауыстырамыз. Қайта орындап болды, жүгіріп бар. Көбекті лақтырамыз, иә? Тез. Так, балалар. Басқаларымды тексеріп атқан кезде, балалар қаңдар. Алған ұпайларыңды еселейміз. Финишке тез жету үшін. Так, Бекзат, 6 болды. Неше қадам жүреді? 12 қадам. 12, иә? Келесі. Мереке сечу. Так, басқаларымды тексеріп атыр па? Тез тексереміз. Отыра ғой. Ал енді балалар серіліп тұрмыз. Сәтті ретінде мына жерде шарларды жарып, ішінен құрып сұрақтар шығады, сол сұрақтарға жауап береді. Балалар, не көріп тұрмыз? Неге ұқсайды? Біздің сабаққа не қатысы бар, қалай ойлайсыңдар? Ол молекулалар ұқсайды. Молекулалар ұқсайды. Мен мысалы осы екінші атом элементінің бір несіне ұқсап тұрмын. Мен қасиетіне. Электрлік жүйеден анықтап алсақ болады. 4. Қатты айтамыз. Берейік. Не үшін? 4. Не бар? Реттік нөмірі қаншаға тең? 4-ге тең. Ал реттік нөмір бізде не көрсетеді? Электрон санын көрсетеді. Енді балалар бұл шар, яғни біз берейлі электрондарын деп алатын болсақ,
яғни әр электронда бір сұрақтарға қалаған екі топтан бір оқушы шығып қалаған жаңағыдай электрондары ішіне сұрақтарды алса болады. Әр топтан кім шығады? Аяу жібексен ма? Тапсырманы орындап болсақ бол кубикті лақтыра береміз. Сұрақты аламыз ішіне. құрамындағы элемент кальций. Әк құрамындағы элемент кальций. Дұрыс па? Дұрыс. Әк құрамындағы кальций оксиді болады. Екі дайын элемент. Сабақтың басында айтып өткен. Береді, иә? Отырамын. Енді балалар қараңдар, не байқадыңдар? Неге жаңағы ионымыз қайда кетті? Электрондарды металларынан не істейді? Беру арқылы, яғни біз тағы да бір электронды жазғанымызда, яғни ол екі электрон беретін еді, яғни екі толығу дәрежесін көрсететін еді. Түсіндіңіз ме? Ал енді жаңа тексерген болса, әр топ мүшелері өз бағалау парағына жазып өтсе, қанша бағадан алды? Әр топты бағалап өттік па? Неше реактор дұрыс, неше реактор дұрыс емес. Бағаларын қойшықтық па? Бағаларын қойшықтық, балдарыңды жазып қойдыңдар ма? Бағалау парағына? Ал балалар қорытындылау ретінде бағаларымызды айтып өтейік. Есептеріндер ме бағаларыңызды? 5, 4. Не үшін 4 алып қалай ойлайсың? Көп сұрақтарға жауап беріп қандай сұрақ саған қиын болды? Төртінші жатты ғой, яғни ол жерде реакция теңдеулері көп болды, иә? Бұл жерде біз тек қана реакция теңдеуін жазып қана қоймаймыз, агрегаттық күйінде жазуымыз керек еді. Әрі қарай Айсапар, қанша бала алдыңдар? 19. Ол қандай баға? 4 деген баға. Екеуміз де 4 алдық па? Өте жақсы. Әл-Фараби, неше сұраққа жауап бердік? Тез-тез, жауап береміз. Екеуіне бет алдыңдар ма? Ой, молодец. Екеуі бірдей жауап беріңдер ме? Өте жақсы. 23 балл болып жинап, 5 алдық, иә? 22 балл. Өте жақсы. 22 балл. Қанша болды? 19 баллға өте жақсы. Жоғары дәрежеде орындадық. 20 және 19. Ол жерде Аяулым және Иманғали, иә? Балалар барлығы бірдей түсінікті болмайды. Қиналған сәттеріңіз немесе өздерінің бұрынғы білетін химиялық қасиеттер осы екінші А тобы элементтері туралы білетін, бұрын өткен, таныс, не білдіңдер, не болмаса осы уақытқа дейін не білгенсіңдер, қандай жаңадан таныстыңдар, қандай қасиеттерімен. Балалар енді қараңдар, біз жалпы өмірде қолданған реакция теңдеулері осы химиялық қасиеті бойынша байқадық па? Екінші атом элементтер. Қандай элементтер біз күнделікті өмірде немесе жай өмірде байқағанбыз және көреміз? Әкті көргенбіз. Жылу бөлетіні. Жылу бөлетіні. Қандай жібек? Оның сыны бар.
түсі көрдік, дұрыс. Түсі қандай болады екен? Ақ құма болады. Оны өмірде біз қолданыста көргенбіз. Ұят дейміз, дұрыс. Тағы да неде қолданамыз? Ана бой жасайтын кезде болды. Бол жасайтын кезде өте жақсы, яғни Ағаштардың түрін жақпаймыз. не үшін ағаштардың түрін жақсы? Қорқымызға кеме үшін апай. Қорқымыз, яғни жәндіктерді қорғау үшін, иә? Өте жақсы. Қандай қасиеттерін жаңадан таныстыңдар бүгін? Апай мен магния элементін жазсын. Магния элементін бұрыннан біле тұра оның жанатынан енді бір. Яғни ол бетпен әрекеттескен біз жаңадан көрдік, иә? Яғни оны күнделікті өмірде қолданбасақ та, яғни біз оны жаңадан көрдік, иә? Сабақ түсінікті болса, балалар 32-ші бетті ашамыз. Өте жақсы түсінікті болса, сендерге жалпы біз әлі финишке жеткен жоқпыз. Финишке жету мақсатында үй тапсырмасын берместен алдын балалар екі оқушыдан, әр топтан екі оқушыдан екі беттен ашамыз. Бесеу. Келесі 6. Әлі ерте қуануға тұра тұрыңдар. Төрт шықты. Яғни екі топта финишке жетті, иә? Яғни топта жеңді. Өте жақсы балалар. Бұлақта екінші А топ элементтері бойынша балалар үйде тақырыпты жақсылап оқып келемін. Және үй тапсырмасы ретінде 32-ші беттегі бірінші тапсырма және 33-ші беттегі бірінші есеп. Үйде шығарып келеміз. Жарайды ма? Есеп бойынша балалар қоспасы бар, 10% қоспасы бар. 5 килограмм әкті өртеген кезде көмірқышқыл газы не алады? Бөлінеді. Бағанамыз жазып едік қой көмірқышқыл газының айырылу реакциясын, иә? КСО плюс СО2 бөлінеді. Яғни СО2-ның массасын табамыз, бірақ балалар 5 килограммның 10%-ды қоспасын тауып аламыз. Алып тастаңдар 5 килограммны. Түсінікті ма? Пропорция арқылы шығады. Өте жақсы балымызды айтты, тапсырманы орындады. Үй тапсырмасы түсінікті ма? Жақсы, сабақ аяқталды. Жақсы сау болыңдар.